Әңгіменің жалғасы 2 бөлім. Бәйбішенің әкесі Құланбек сияқты қыздарын сатып, жолдан байыған емес, тұқымы арғаталары ақ сүйектер еді. Содан кейін де кейде күшейіп сөйлейтіні. Ұлмекен, сен мына баланы бәйбішеге бересің? Сен жассың, әлі туып аласың, деді. Ұлмекеннің құлағы шыңылдап басайын алып, есіне тана жаздады. Мен баламды бермеймін, деп баласына қарай жүгірді. Ұлмекеннен бұрын балаға жетіп қолын алды. Ұлмекенде қалыспады, бәйбішесінің қолындағы балаға жабысып. Тартып алмақ болып еді, Ұлмекенге қарағанда бәйбішенің күші көп емес пе? Ұлмекенді көкірегінен итеріп жіберді. Ұлмекен қаңбақтай ұшты. Сен тоқал, қадір қасиетті біл. Саған қайдағы бала? Аяғыма оралғы болмай тұр жолымен. Мен бұл салдақыға емізіп тұр демекші болып отырсам, қарашы мұны. Мен саған бала, енді көрмейсің деп, бас бармағын 2 саусақтың ортасына шығарып, аузына тақады. Ұлмекен бәйбішенің қолын итеріп жіберіп, қайтадан бәйбішенің қолына жабысып, бермеймін баламды, бермеймін деп, бәйбішенің алдына тұрып, есіктен шығармауға тырысып бақты. Бірақ бәйбішеге шамасы жетпеді. Бәйбіше жерде құлап жатқан Ұлмекенді аттап далаға шығып, қарашы, бармақтай болып балашылын. Мен сені байыма алып бергенде сені байсыз қалады деп алып беріппін бе? Тағы да мә, саған бала таптырып, баланы бауырыма баспақшы болып алып бердім. Әйтпесе менің қойным әлі суығыған жоқ, деп баланы алып бәйбіше отауына қарай ауып кетті. Ұлмекеннің басындағы ақ жаулығы түсіп, ұзын қою, қара шашы жалбырап, бәйбішенің артынан, Құдай үшін баламды қайтарып беріңізші деп жүгірді. Бірақ қуып жете алмай жерге етбетінен құлап, өкіріп жылады. Ұлмекеннің есінде жоқ, кім қолтықтап тұрғызып отауына келіп жатқызғанын да білмейді. Әйтеуір есін жиғанда қасында күтуші келіншек отыр екен. Бастапқыда ештеңе түсінбеген Ұлмекен қолмен жан-жағын қарманып, бірдеңе іздегендей болды. Күтуші келіншек секемденіп, Ұлмекен, шарқыным, саған не болды? Не іздедің деп қасына келді. Ұлмекен есіне баласын бәйбіше алып кеткені түсіп қайтадан жылауға тұрды. Ұлмекен, сен жылай берме. Мен саған бір ақыл айтайын. Сенің басыңда болып жатқанды шамасы атаның білмейтін шығар. Сен хабар берсеңші, деді. Қайтып, деді Ұлмекен. Бірдеңесін ойластырармыз деп күтуші келіншек өзімен өзі. Қазір деп күбірлеп алып. Мен бірдеңе ойлаған сияқтымын, деді. Немене? Деген Ұлмекенге. Ауылың қанша күндік жер? Тоқтамай жүрсең 1 күндік. Мен қалай хабар бермекпін, деді. Тыңда, мен күйеуіме айтып көрейін. Мүмкін көніп қалар, көніп жатса хабар береді, деді. Сол кезде киіз үйдің есігі сықырлап ашылып, Ұлмекен жеңгеше, сізді алып кел, дедіп, Құрекең жіберді деп Құрмаштың арбакеш жігіті келді. Ұлмекеннің ойы баласын қайтарып беріп қалар деген оймен дода-додасы шыққан шашын жинап, жаулығын жүре байлап далаға шықты. Арбакеш жігіт жаяу келген екен. Жүріңіз жеңеше деп, Құрмаштың үйіне қарай жол бастады. Ұлмекеннің бар ойы баласында болды. Шынын айтса, босанғалы баласын қолына алып, бет жүзінде көрмеген екен. Асықты, қатты асықты. Асыққаны соншалық Құрмаштың үйіне жеткенде ентігіп тұр еді. 2 көзі баласын іздеп бәйбішесіне қарамаған екен. Мынаны жын қуғаннан сау емес қой, деген сөз шыққан жаққа жалт қарады. Бәйбіше отыр, қолында Ұлмекеннің баласы. Ұлмекен баласына жүгіріп еді. Қайда, қолыңды создың, отырмында, деген Құрмаштың даусын кейін тоқтады. Ұлмекен Құрмаш көрсеткен орынға жайғасты. Енді тыңда. Баланы мүлдем көрсетпей қоймасын демесең, баланы бәйбішеге бересің. Ес білгенше емізіп тұрасың, бірақ баланы сен туған екеніңді ұмытасың. Оған көнбесең мүлдем баланың қасына жолатпаймын, деді. Ұлмекен есінен танып отырып қалды. Сонда менің өз баламды өзіме бермейін деп отыр қойым, мына екеу. Тоба, бұл сұмдықты мен қалай шыдаймын, деп ішінен ойлап қайдадан 2 көзінен ерік берді. Мен баламды қалай берем? Бер алмаймын деп еді бәйбіше. Жаныс, кел бері, деп дауыстап біреуді шақырды. Есіктен еңгезерде ер адамның басы көрініп, тыңдап тұрмын, не бұйырасыз, деді.
Шығар мына қатында. Кетсін үйіне, өз обалы өзіне деді. Жоқ, мен ешқайда бармаймын. Баламды алмай ешқайда да бармаймын деп, есікке жабысып еді, қайдан еңгезерде еркек қолды-аяққа қоймай үйден алып кетті. Далаға шыққан соң бағана ертіп келген арбакеш бала Олмекенді үйіне алып кетті. Олмекеннің көз жасы тыйылмады, оның үстіне босанғаннан кейін баласы ембеген төсінен сүт сорғалап, сыздап жанын қинай бастады. Таңға дөңбекшіп шықты, күн сәулесі жерге түсіп, Олмекен бәйбішенің отауына жүгіріп бара жатты. Олмекен есіктен кіре баласын емізіп отырған бөтен әйелді көріп, әлгі әйелдің қолына жабысты. Олмекенді көрген бәйбіше: «Мына қатын таң атпастан не істеп жүр? Ит қосып үйімнен емес, ауылдан қуалатып жіберейін сені» деп. «Жаныс, жаныс» деген кезде Олмекен: тоқташы. Мен кешегі айтқанға келістім. Тек мені қуалай көрмеші. Өз баламды өзім емізейін деген Олмекенге: «Қайдағы сенде бала? Сенің балаң емес, ол менің балам» деген бәйбішеге: «Тек өзім емізейін» деп Олмекен баласына қарай қолын созып еді. Жоқ, бәйбіше бұл жолы қолын қақпады. Олмекен баласын қолына ұстап көкірегіне басып, иіскеуге батпай қолындағы баласының аузына тырсылдап тұрған емшегін сала берді. Олмекеннің тас болып қатып тұрған емшегі иіп, бүкіл 62 тамыры қоса иіп, аз ғана уақыт болса да өзін бақытты сезініп отырған Олмекенге бәйбіше қадалып қарап тұрды. Олмекен өзінен бәйбішенің қадалып қарап тұрғанын елемеді. Себебі ол сол мезетте бақытты еді. Тек баласын құшағына қысып отыра берсем екен, балам еме түссе екен деген ойда болды. «Болды, әкел бері баланы» деген бәйбішенің даусынан Олмекен шошып кетті. Әлі еміп болмады дегеніне қарамай бәйбіше баланы қолына алып алды. «Енді сені арбакеш әкеліп тұрады. Үйінен дәретіңді алып, таза келіп емізетін бол». «Болды, бара бер» деп. «Енді түске жуық әкеледі» деді. Олмекен өз баласына өзі жете алмай, бәйбішесінің қорлығы қоса бастып, мына істегендерінің қасында бұрынғы қорлығы төгемес екен-ау. Бәйбішенің отауынан Олмекен тағы да жылап шықты. Не деген қатыгез адам еді. Әйелдің осындай болғанын алғаш көруім. «Жыламаңыз жеңше, әлі сіздің де күніңіз туар» деп арбакеш жігіт Олмекенді басып жуатты. Олмекен баласына емізуге баратын уақытта азыға тосатын болды. Бастапқыда емес, үйреніп қалды. Кейде іштей бәйбішеге де риза болып қояды. Өз баласын өзіне еміздірткеніне. Олмекенге Ғайша мен Құламбек келіп кетті. Бірақ үлкен отау деп Құрмаш бәйбішесінің отауына тосты. «Құлеке, сіздер Олмекенге жақсы тәрбиелепсіздер. Бәйбішемнің құрсақ көтермей, бір шикі өкпеге зар болып жүргенін ескеріп, өзінің шаранасынан шыққан нәрестесін бәйбішемнің қойнына салып берді» дегенде: «Не дейді?» деп Қайша Олмекенге жалтып қарады. Олмекен ақырын ғана басын изеп, жасқа толы көзін төмен салды. Ана емес пе Қайша бұл жерде бір шикілік барын сезді. Бірақ артық ештеңе айтпады. Содан Құрмаш тағы да баланы өзі емізіп тұрады. «Ешкі сүтімен де бағуға болады, бірақ менің бәйбішем данышпан ғой. Ана сүтінен артық сүт жоқ» деп Олмекеннің өзіне еміздіртіп жүр деп арасында еңкек күліп, бәйбішесінде мақтап үлгерді. Күндесінің төркінін жақтырмай бәйбіше «басымның сақинасы ұстап тұр» деген желеумен қабағын ашпады. Тамақ ішіліп, қымыз ішіліп болған соң: «Қайша, рұқсат болса, Олмекеннің отауына барсақ, жол соқты болды ма, жағдай мәс болмай тұр. Кішкене демалсам» деп сылдауратты. «Демалыңыз Құлеке, екеуміздің әңгімеміз көп» деп Құрмаш Қайшаға анықтап қарап: «Олмекен анасына тартқан әрлі екен ғой. Бәйбіше болмаса Олмекеннің қабағына кірбің түсірмес едім. Олмекен өте ақылды ғой. Қайтейін, бәйбішенің де әкесі керек» деп ойлап үлгерді. Қайша мен Олмекен оңаша қалатындарына қуанды. «Олмекен, тоқта» деп бәйбіше өктем дауыспен: «Әкең мен шешең бала туралы тісіңнен шығарма. Сенің әкең кім, менің әкем кім, ұмытпа» деп ескертті. Олмекен мен Қайша таңға ұйықтамады. Олмекен Құрмашқа тоқалдыққа келгендегі күндеріндегі көрген қорлықтарын айтып жеткізе алмады. Қызының қандай күй кешкенін естіп отырып, ана жүрегі қарс айрылды. Қыздары бәлиғат жасқа келіп, Құламбек тұрмысқа беретін
орын іздей бастағанда Құдайдан менің көргенімді көрсете көрмесе екен деп тілеп еді. Енді қарашы, сүт кенжесі Ұлмекеннің басынан өтіп жатыр. Керек десе сорақысы өтіп жатқанына қатты күйінді. Келесі күні Қайша мен Құланбек жолға жиналды. Ұлмекеннің іші езіліп, жұртқа жалғыз қалғандай болды. Әсіресе анасының бір күн қасында болғаны Ұлмекенді шекерлендіріп кетті. Енді Ұлмекен жылағанды тоқтатты. Күндегідей баласын емізіп келіп, отауына келіп, ойуын ойып отыратын болды. Бір күні баласын емізуге барғанда байқағаны бәйбішесі қымбат дүниелерін, жібек жіптен тоқылған кремдерін жинап буып қойғанын байқады. Ұлмекен қатты мән бере қоймады, баласын емізіп, қайтуға жиналып жатқанда ғой, бәйбіше, отыр, шай ішейік деді. Ұлмекен бәйбішеден бұны күтпеген еді. Жоқ, мен ішпеймін деді. Мейлің, ендеше сенімен Құрмаш сөйлесер деді. Ұлмекенді үйіне әкеле жатқанда Арбекеш, жеңеше, бәйбішенің үйінен не байқадыңыз деді. Айтарлықтай ештеңе, тек маған жай шай ішейік дегені таң қалдырды деді. Менің естуімше енді анығын білмеймін. Сәбет өкіметі деген өкіметі шығыпты. Сол өкімет жол жөнекей ауылдағы байлардың малдары мен әйелдерін тартып алып, өздеріне алып жатыр екен. Біздің ауылға да келетін көрінеді. Түнде бәйбішенің әкесінің шабармандары келіп кетті деді. Ұлмекеннің есіне осы әңгіме естіген, бірақ есіне түсіре алмады. Кімнен естігенін? Бірақ Ұлмекеннің байқағаны Құрмаштың үйінен бұрынғыдай емес, маза кеткен. Байқағаны күнде үйіне бәйбішесінің әкесінен шабармандары келіп, хабар жеткізіп тұрды. Құрмашта бәйбішесі де Ұлмекенге тіс жарып ештеңе айтпады. Тек Ұлмекен болып жатқан жағдайда Арбакеш жігіттен естіп жүрді. Бір күні Ұлмекеннің отауына Құрмаш әдеттегісінен ерте келіп, екі күн ешқайда бармай жатып алды. Енді Ұлмекен анық сезді бұларға тығырық келгенін. Киіз үйдің сыртынан «Мырза, мырза» деген дауысқа Құрмаш далаға жүгіріп шықты. Үйден алыстау жерге барып сөйлесіп Құрмаш үйге кіріп, «Ұлмекен, отыршы айтатын әңгіме бар» деді. Ұлмекен ішінен сезді түбі осы әңгіме боларын. «Тыңдап отырмын сізді» деді. Қазір мына заман астан кестені шығып жатыр. Бір өкімет шығып, малы жаны көптердің малдарын тартып алып, бәйбішесі мен тоқалы барлардың тоқалын тартып алып, өздеріне әйел етіп жатыр екен. Сол үшін біз қашуымыз керек. Жан-жақтағы малдарды жинап жатырмыз. Қалай? Шаруа реттеледі, солай жылжимыз. Сен де асыл бұйымдарыңды жинастырып тығып қой. Немесе бәйбішеге апарып берсең, біз асыл бұйымдарды бір жаққа тығып жатырмыз. Әйтпесе мына жағдайды пайдаланып ұры-қарылар көбейіп, тонап кетіп жатыр екен деді. Ал менің әкемше, шешемше, әпкелерімнің күндері не болады деді. Біз бәріміз бір-бірімізден хабарласып тұрмыз ғой, қорықпа, олар да кетеді бізбен деді. Ендеше мен әкемнің үйіне барып келсем, қалай болады? Түнемеймін, қайтадан қайтамын. Қалай емес, заман не болып кетеді деді. Құрмаш Ұлмекеннің сөзіне ойланып қалды, барса барып келсін. Шынымен де заман не болып кетер? Оның үстіне маған тұрмысқа шыққалы үйіне бармады ғой. Ұлмекен ай, сен десе қужаным қуырдақ болып тұр ғой деп, ішінен ойлады да. Ұлмекен, барып қайта ғой деп, басынан сипап, маңдайынан иіскеді. Сол күні Құрмаш Ұлмекеннің отауында түнеп, күн шығар шықпастан Арбакеш жігітті Ұлмекеннің қасына қосып беріп, жолға шығарып салды. Ұлмекеннің жүрегі алып ұшып келеді, жолда ұзақ болып кетті. Үйіне анасына келе жатыр. Бірақ түнемей қайту керек, емізіп жүрген баласы бар. Оның үстіне Құрмашта сеніп жібергенде ар ұяты жібермеді. Әйтеуір ауылының да төбесі көрінді. Ауылына жақын қалған сайын жүрегі алып ұшып кетті. Төбеден түскенде анасының отауы көзіне оттай басылды. Әттең апалап жүгірер ме еді, амал жоқ. Қанша дегенмен тұрмыстағы әйел сабырлы болуы керек. Киіз үйдің есігі жабық, үйдің сыртынан қарасаң ешкім жоқ сияқты. Анасы бет албатты, үйден шықпаушы еді. Қайда кетті екен деп ойланып, екі көзін үй жақтан алмай келеді. Әне, есік ашылды. Анасының ақ жаулығы желбіріп далаға шықты. Ұлмекен қуанышын жасыра алмады, апа, апатайым деп айқайлады. Ана жүрегі сезді ме жоқ, әлде шыққан дауысқа қарады ма? Әйтеуір көзін қолымен көлегелеп, дауыс шыққан жаққа қарады. Ұлмекен, қарғамау деп, Ұлмекеннің алдынан шықты. Ұлмекен апалап Қайшаның құшағына кірді. Бағанадан бері жол соқты болып шаршап келген Ұлмекен
анасының құшағына енгенде шаршағанын ұмытып та кетті. Құшақтап тұрып мейірлене иіскеді. Ғайша Ұлмекенді үйге кіргізіп, өзі сомараңды көтеріп, шайын қойып, қазанға ет салды. Үй қызметші әйел болса да шаруасын әсіресе ас су дайындағанда, өзі жасағанда жақсы көреді. Ұлмекенде қосылып далаға шығып, анасының бір жағына шығысты. Ғайшаның отыра берші, шаршадың ғой дегеніне де қарамады. Әкем данышпанның отауында ма? Деді. Жоқ, әкең бір жаққа жол жүріп кетті. Қазір дастархан басында айтамын деп Ғайша жан-жағына қарады. Біреу естіп қоймады ма дегендей Ғайшаның соры сомарының буы бұрқырап үйге кіргізілді. Сіз бара беріңіз, керек болсаңыз шақырам деп Ғайша үй қызметшісін жібере салды. Шеттей бала шағасы бар, соларға бір жапырақ наны болса да етіп жүр ғой. Әйтпесе өз тірлігімді өзім жасағанды жақсы көремін, білесің ғой, өзің деді Ғайша. Апа, жаңа бірдеңе айтам деп едіңіз деп Ұлмекен Ғайшаға. Я, айтам ғой, сендер жақта не болып жатыр? Мына заман өзгеріп барады, түнмен жортқан адамдар, араларында ұрылары да, бас кесерлері де бар. Абай болыңдар деп Ғайша Ұлмекенді сақтандырып қойды. Айтайын дегенім, әкеңнің бір үйір жылқысын айдап алып кетіпті, таппады. Қалай келді, солай кетті ғой деді. Ұлмекен, біздің жақта болып жатқан, бұл жақта да болып жатыр екен ғой деп ойланып қалды. Міне, бірін айтып біріне кетіп қалам. Шешең қартайды, жарайды жағдай былай ғой, Құрмаш, Сейсен, жалпы құдалар ақылдасып жатыр. Арғысы ауған, бергісі Қытай асып кетуге. Алдында өткендерден хабар тосып отыр. Ол жақта да жағдай қалай екен, қалай болар екен. Мен сендерді ойлаймын, бір-бірімізден айырылып қалмасақ болды деп көзінің жасын сүртті. Апатайым, не болса да көреміз. Маған да ештеңе айтпай жүреді. Осы жаққа жүрерде ғана айтты. Содан мен де сіздерді көріп қалайын деп келгенім ғой деді. Ұлмекен тамақ ішіп, шай ішіп қайтпаққа жиналып жатқанда Құланбек келді. Ұлмекенді құшақтап ұзақ отырды. Ұлмекенде сағынып қалыпты, қанша дегенмен әкесі ғой. Қызым, сәл бөгелші. Айтатын әңгіме бар. Сен енді кішкентай бала емессің, жағдайды шешең айтқан шығар. Қазір мүлдем тыныштық кетті. Совет өкіметінен қашып ауғанға ма, әлде Қытайға ма өтіп кетсек деп мал жанды жинастырып жатырмыз. Сол жақтағылардан хабар тосып едік, бүгін алдық деді. Енді қалай екен? Деп Ғайша сұрады. Мен соны айтайын деген, қайта Ұлмекеннің келгенінде дұрыс болды. Ол жақтағы жағдай мүлдем жаман көрінеді. Біз жақтан өткен бай манаптарының малын тартып алып, қара қолтыққа жегіпті. Жататын жерлері жоқ, қораларда түнеп күнелтіп жүр екен деді. Ал ауғанда шетеді. Ол жақта да жұмыс жоқ, халық босып, Түркияға қашып жатыр екен. Соны кеше Сейсен құдаға айтсам, мейлі малдарымен қатындарымды Совет өкіметіне бергенше қаңғып кетейін деп отыр. Соған қарағанда алған бетінен қайтпай отыр-ау деді. Ойпырмай, күніміз не болар екен? Ал қызым, қайта ғой, амандықта көрісейік. Қасындағы адам сенімді ме деді. Яке сенімді адам деді. Сен хабарды менен тос, мүмкін біз шетел аспай-ақ, мына дүрбелең басылғанша жайықтың бойын жағалап пана етеміз бе? Енді оны бір Құдай көрсетер. Құрмашқа барған хабаршым сағанда жолығады деп Ұлмекенді шығарып салды. Ұлмекеннің әкесінің қызым дегенінің алғаш естуі. Үнеме Ғайшаға сенің қызың деп отырушы еді. Іштей әкесінің осындай қиын қыстау кезінде бірге болайық дегеніне риза болды. Ұлмекен жол жүріп кетті, жол жөнекей қарайған заттан сегем алып келеді. Жеңеше деген арбакештің даусына жалт қарады. Сіз қорқып отырсыз ба? Қорықпаңыз, қазір-ақ жетіп барамыз, деп атқа қамшыны басты. Әйтеуір аман есен үйіне келді, келе сала баласын емізуге барды. Күндегіден де бәйбіше қақарына мініп алған. Баяғы әдетінше ғұсылдан дәретіңді ал, деп бала емізгенде қылқылдап қасында тұрып алды. Баланы емізіп болар болмастан жұлып алды. Қайтадан Ұлмекеннің бір қалыпты өмірі өтіп жатты. Бір күні кезекті баласынан емізіп келе жатқанда арбакеш, жеңеше, шағын арада құрекеңдер шетел асып кетеді. Шамасы сіздің әкелеріңіз қалатын сияқты деді. Енді Ұлмекеннің мазасы кете бастады. Әкелерім қалатын болса мен қалай кетем? Кетпеймін десем баламсыз қалай өмір сүремін? Деп екі ойлы болып жүрді. Бір күні Құрмаш терісіне сыймай келді.
Жолда бір үйір жылқысын қарақшылар ма әлде Совет өкіметінің әскерлері ме белгісіз, әйтеуір малшыларын соққыға жығып, жылқыларын айдап кетіпті. Кейінгі кезде Совет өкіметінің атын жамылып, әскерлерінің киімін киіп, ауыл-ауылды аралап, мал азық-түлікті жинап, түнде жолды торауылдап, адамдарды тонап, қарсылық көрсеткендерді бауыздап, құмға көміп кетіп, сосын ауылына Совет өкіметі өлтірді деп жала жауып жүрген қарақшылар көбейіп кеткен еді. Содан кейінде халық Совет өкіметі десе төбе шаштары тік тұрып, секем алып сенбейтін болған. Құрмаштың бір үйір жылқысын осындай қой терісін жамылған қасқырлар айдап кеткен еді. Енді Құрмаш жан-жақтағы туыстарына кетуге дайын болыңдар. Менен хабар жеткенде тау бөктерінде кездесеміз. Одан әрі бізді алып кететін адамдар тосып алады. Бірақ алдымен жылқыларды айдатып жібереміз деп хабаршыларын жіберіп жатты. Сондай дүрбелең күндерінің бірінде Ұлмекен күтпеген жағдайға тап болды. Әдеттегідей баласын емізіп бәйбішесінікінен қайтып келе жатқан. Қасында арбакеш жігіт, «Жеңеше, әкеңізден хабар алдым» деп айтып, Ұлмекен не дейді екен дегендей Ұлмекенге қарап тұрды. «Әкемнен?» «Әкемнің сенде не шаруасы бар?» деп Ұлмекенді таңырқай қарады. «Сіздің төркініңізге барғанда әкеңіз сізді қатты аманат еткен еді. Енді көремін бе жоқ па, бірақ қызым құшағына баласын қысса екен деп. Енді соның сәті ақырын түсейін деп тұрған сияқты» деді. Ұлмекен ештеңе түсінбей тұрған бойы тұрып қалды. «Мен түкке түсінбей тұрмын, ашып айт» деді. «Жарайды, қазір емес, келесі келгенде айтам» деп Ұлмекенді отауына тастап, өзі кетіп қалды. Ұлмекен шынымен де түк түсінбеді. Бұл жігіт бар жоғы арбакеш. Сонда ол бәйбішеден менің баламды қалай алып бермек деп ойланды. Бірақ әңгіменің мән-жайын асықпай тосуға тура келді. «Жеңеше» деген арбакеш баланың даусына далаға шығып еді. «Жеңеше, сізді бәйбіше шақырып жатыр» деді. «Жайша шақырып жатыр ма?» деп қайран қалды. Себебі бала емізуге әлі ерте еді. Ұлмекен дәретін алып асығыс киініп үйден шықты. Бір жола емізіп қайтайын, ары-бері жүре бермей деген оймен. «Жеңеше, бүгін Құрекеңнің үйінде бірдеңе болып жатыр». Бағана Құрекең 2 сандықты жарастың артына артып жіберіп еді. Енді бәйбішесі отауын жалаңаштап, керегедегі ілініп тұрған кілемдерін алып, буып-түйіп, бүгін ертең көшетінде отыр. Соған қарағанда Совет өкіметі тағалып қалдау деді. «Жарайды, үйге келіппіз ғой, қайтарда сөйлесерміз» деді. Ұлмекен бәйбішенің отауына кіріп еді, шынымен де шыдап тұр. Ортада жүк үйілі тұр. «Келдің бе? Осы керіліп жүретініңді» деп Ұлмекенді ала көзден бір зекіп алды. «Отыр әрі» деп құрыд тақыр тұлақты көрсетті. «Бүгіннен бастап жүгіңді жинастыр, осы жақын арада кетеміз. Бірінші асыл заттарыңды әкеліп таста, тағы да тонап кетіп жүрер» деп. Ұлмекен үндемеді. Баласын қолына алып емізіп отыр. Қазір баласының қылығы шығып, шыққан дауысқа елеңдеп қарайтын болған. Ұлмекен емізіп отырып, өзімен өзі бойын қорқыныш билеп кетті. «Енді баламды көрмей қалсам, не болар екенмін?» деген ой басына жылт ете қалды. «Жоқ, мүмкін емес. Баламнан өлсем де айырылмаймын. Мейлі, балам үшін туған мекенімді тастап, жерден топырақ бұйыртса да аянбаймын. Тек баламмен бірге» деген. Баланы емізіп болып керуетке жатқызып мен кеттім. Барып жүк жинайын деді. Бұнысы көндім деген еді. Бәйбішенің отауынан шығып еді, арбакеш бала тосып тұр екен. «Жеңеше, естідіңіз ғой. Шетелге кеткелі жатқандарын, демек сіз де кетесіз ғой» деді. «Әрине, балам үшін. Баламмен бірге кетем» деді. «Сіз кеткіңіз келмесеңіз, жеңеше кетпеңіз де болады» деді. «Қалай?» Ол былай деп арбакеш жігіт Ұлмекенге алдағы күндердің жоспарын айта бастады. Ұлмекен баласын түнгі емізуге барғанда қатты ауырып тұрғанын, осының өзінде әрең жүріп келгенін, ертеңгісін келе алам ба жоқ па, кешігіп жатсам, баланы қалай істесек екен деп бәйбішеге қарады. «Қалай істейсің? Сүйретілесің бе, еңбектейсің бе, келіп емізесің» деді шаптығып. Ұлмекен бұл жоспардың іске аспайтынын білді. Сонда да шешінген судан тайынбас деп, не де болса кері шегінбеу керек. Тек баласымен бірге болса болды. Келесі күні Ұлмекеннің артынан арбакеш жігіт келіп, Ұлмекенсіз бәйбішеге келіп, «Жеңеше, Ұлмекен жеңешем қатты ауырып жатыр, тұра алмайды» деді. Бәйбіше дереу жаман ойлап, «Ол тақалған не болыпты?» деді.
Білмеймін, тұра алмады деп арбакеш жігіт азарда безер болып барады. Бәйбіше жынданып терісіне сыймай. Ол тоқал жерік емес пе? Құрекеңнің соңғы кезі соның отауынан шықпай кетіп еді деп қызғанышында білдіріп еді. Ал ана баланы қолыңа барып еміз өзім біліп керейін деп бәйбіше Ұлмекеннің отауына қарай жылынып барады. Ұлмекен төсектен тұрмастан бәйбішені қарсы алды. Не болды? Сен жерік емессің бе? Деп амандық саулықтың орнына сұрақтың астын алды. Жоқ, қайдан деді. Қайдан дейді ғой, Құрекең сенің қасыңнан шықпай жүрді ғой, деп бәйбіше Ұлмекенді жерден алып жерге салды. Ұлмекен шыдамастан, қорықпаңыз, аяғым ауыр емес, суықтап жатырмын. 2-3 күн сорпалансам, аяғымнан тұрып кетем. Тек баланы қалай істесек екен, деді. Қайтеміз, арбакеш әкеліп тұрады, деп бәйбіше еміз болған баланы тағы да арбакешке алдыртып, үйден шықты. Ұлмекенге де осы керек еді. Енді ары қарай Құрмаш пен бәйбіше секем алып қалмайтындай әрекет жасау керек. Ұлмекен бәйбіше есіктен шыға сала, керекті деген шөктері мен киімдерін жинастыра бастады. Асыл бұйымдарында жинап, орап, мұқият тығып қойды. Келесі күні арбакешпен ілесіп Құрмашта келді. Болып тұрған киімдермен азғантай жүкті көріп, мынау не қылған түйіншектер, деп сұрады. Бәйбішем жинала бер деген соң, ақырын ептеп жинап жатыр едім. Қараңшы, ауырып қалғанымды, деді. Ұлмекен бесеңді өспен. Ұлмекен баланы емізіп болып Құрмашқа берді. Құрмаш арбакешке баланы беріп, өзі Ұлмекеннің қасында қалды. Ұлмекен Құрмашқа, жүре беріңіз сізде, менің қасымда қызметшім бар ғой, қарайтын. Сіз одан да сорпаланайын. Бір қой сойдыртып берсеңіз, деді. Ертең сойдыртам, бүгін тым кеш болды. Бүгін қасыңда болайын, сосын менің саған келуге шамам келмейді. Құдай қаласа 3-4 күннің ішінде малдарды асудан асырып үлгерсек, іле-шала бізде кетеміз, деді. Шамамен қанша уақытта кетеміз? Әйтеуір кеткенше тәуір болсам. Бәйбішеге айтарсыз, мен кішкене өзім келгенше баланы әкеліп еміздіртіп тұрса, деп Ұлмекен Құрмашқа сызылып, өтінішін білдірді. Ұлмекенім менің. Ұлмекені айтса, Құрмашы екі еткізбей жасайды ғой, деп сығырайған көзімен Ұлмекенді ішіп жеп бара жатты. Келесі күні Ұлмекеннің отауына қой сойылып, нан мен қазанға ыстық бауырсақ пісірілді. Ұлмекен орнынан тұрмай қызметшісіне сойылған қойдың етімен нанды кептіртіп жатты. Баланы емізуге әкеліп жүрген арбакеш ауыстырып мінетін аттарын дайындап қойғанын сыбырлап айтып кетті. Қанша дегенмен Ұлмекен жүрексініп жақ жүр. Ертең қолға түсіп жатсам, қалсам, мені тірідей жерге көмеді. Немесе аттың құйрығына сүйреп өлтірсе, баламды қайтем. Жоқ, әлде Құрмашпен ілесіп шетел асып кете берсем бе? Жоқ, бергісі жерден жағдайым қалай болады? Қашанғы емсем, ертең емшектен шығарып алған соң баламды мүлдем көрсетпес. Осы жолы немесе еш уақытта, деп Ұлмекен қашуға дайындалып, шындап бекінді. Үйіндегі шүберектермен баласына киетін киім тікті. Әр емізуге әкелген сайын бір киімін алып қалып отырды. Айналасы 3 күнде Ұлмекен ұйықтамай дайындалып болды. Енді Құрмаштан кеттік деген арбакештен қашамыз деген хабарды тосып жүрді. Қашан хабар келеді? Енді ауыра берсем бәйбіше мен Құрмаш күдіктенеді дегенге Ұлмекенге өзі де уақыт келіп қалды. Құрекең соңғы малын өткізді деп хабар келді түнде. Бұйыртса бүгін ертең кетеміз, деді Ұлмекен. Кетеміз деген сөзді естіп, құдды бір қасыр қашып бара жатқандай, жүрегі аузынан шығардай болып толғып отырды. Сол күні түс ауа Құрмаш келді. Құрмаш келген соң Ұлмекен басын көтергенсіп, қызметші әйелге қазан көтерді. Дастархан жасалып, асты алдарына алып келген соң, Құрмаш Ұлмекенге үйіне қайтар, екеуміз отырып сөйлесіп ақылдасайық, деді. Ұлмекен қызметші әйелді керек болсаң шақыртамын, әзірге қайта бер, деп үйіне қайтарды. Ұлмекен құдай қаласа ертең түнделетіп жолға шығамыз. Бөтенерге аттанамыз, кім біледі. Ол жақта жағдайымыз қалай боларын. Бірақ мына жақта да Сәбет деген шығып, жан алқымнан алып жатыр. Менің айтпағым екіге бөлініп шығып, тау бөктерінде кездесеміз, тіпті болмаса Ахметжан деген қазақ бар. Сол алып өткізіп бір-бірімізбен сол жақта жолығамыз. Сәбеттің әскерлері тауда тығылып жатыр екен, бірақ сәтін салса аман есен өтеріміз, деді. Құреке, бекер кетіп барамыз ау. Өткенде әкем айтып еді, ол жақта да жағдай мәз емес деп.
Ұлмекен әкесінен естігенді айтып берді. Сейсен құда ауғанға кетті, әлі жете қоймады ма хабар жоқ. Барған соң хабар берем деген еді, енді біз қашанғы тозамыз. Бізде жүре берейік деді. Сонда менің апатайым ауғанға кетті ме? Деп Ұлмекен жылап алды. Бізде арттарынан барармыз деп едік, болмады деді. Біз сонда ауғанға бармаймыз ба деген Ұлмекенге. Бізге Қытай елі дұрыс болып тұр, деді. Ұлмекен жоқтау айтқандай Совет үкіметінен қарғап жылап жатты. Ал қалғандары деді. Бізбен кетеді, Құлакеңдермен тауда кездесеміз ғой деді. Ұлмекен ол хабарға да риза болмады, бірақ үндемеді. Қой, жатайық. Ертемен кетем, мен енді сендермен тау бөктерінде кездесеміз. Сенде жатып тынығып ал, жол алыс, күн жүреміз бе, ай жүреміз бе белгісіз деп, Құрмаш ұйқыға кетті. Ұлмекеннен мүлдем ұйқыға қашты. Соңғы рет әкесі хабар жібергенде шетел аспаймыз, туған елде қаламыз деген еді. Енді Құрмаштың айтып отырғаны мынау. Құрмаш күн шықпай жатып Ұлмекеннің отауына аттанып тұрып, ал амандықта жолығайық деп, атына қамшы басып, төбе асып көрінбей кетті. Ұлмекен Құрмашты жіберіп, шата тұрайын деп қисайып еді. Баласын жылатып Арбакеш келді. Әдетте Арбакеш баланы емізгенше үйдің сыртында тұратын. Бұл жолы босаға жақта отырды. Жеңеше, бүгін түннен қалмайық. Құрекеңдер таңға жуық кетеді, біз оған дейін кетуіміз керек. Біздің ниетімізге қарай Құрекең бүгін болмайды. Құрекең үйде болмаған күні бәйбіше ерте ұйықтайды. Бізді үй маңынан іздей қоймас. Көз жүріп кеткенше ауыл маңында қуыс жар бар. Соны паналай тұрайық деп, алдын ала құрған жоспарын айтты. Ұлмекеннің сонда да жүрегі алып ұшып, ұстап алса жетеді. Сол үшін олар жүреміз дегенде бізде жоқ болып кетеміз. Олар көшті тоқтатып бізді тегіде іздемес. Бірақ бәйбіше баланы іздеп шу шығарар деді. Мен баласыз қашпаймын. Мен қанша қиыншылық болса да бәріне балам үшін шыдап жүрмін. Енді баламды құшағыма қысам деп тұрғанда, жоқ, одан да мен де кетем, шетелге деп. Ұлмекен Арбакеш түгілі Құрмаш көрмеген мінезін көрсетті. Жеңеше, сіз дұрыс түсінбей қалдыңыз. Мен баланы тастап кетіңіз деп тұрған жоқпын деді. Баласын емізіп болған соң Ұлмекен Арбакешке, ал енді жолымызды оңғарсын деді. Арбакеш баланы емізуге 3 рет әкеліп, алып кетіп 4-шісінде қайтарып апармады. Жеңеше, тездетіңіз. Олар біздің жоқ екенімізді білгенше, біз өңірге жетіп үлгеруіміз керек деп, Ұлмекенді асықтырып, жүктерді шығара бастады. Жүк болғанда баласының азғантай киімімен, өзінікіне және асыл бұйымдарымен алдыны. Ұлмекен үйінен шығарда артынан бұрылып, қимастықпен қарады. Әрбір керегесіне көз жүгіртті. Оң жақта құрылып тұрған шымылдығына қарады. Көзінен жас ыршып түсті. Қанша дегенмен қыздай келіп түскен шаңырақ өзінің отауы ғой. Жеңеше, тездетейік, қазір бәйбіше баланы іздеп, адам жіберсе құраймыз деп, Ұлмекенді асықтырды. Кішкене тұрар тұршыды, деп тағы да көзмен шолып өтіп, есігін тартып жауып, босағасын сүйді. Жылдамдатып басып, ертеулі тұрған атқа мініп, күн батар жаққа бет алды. Аттары тың болғандықтан ба, жарым түн ауып кеткенше, бірсыпыра жер жүріп тастады. Енді кішкене жүрсе, жар арасында үңгірге кіріп, таптырмай кетулері мүмкін. Бұл уақытта Құрмаштың ауылы оянып, жолға шығудың қамын жасап жатқан. Шөктерін аттарға байлап, уда шу зір жүгіріп жатқан еді. Бәйбішеді оянып қасындағы қолдан жасалған ағаш кереуеттің бос тұрғанын көрді. Бала күтуші әйелді шақырып, баланы сұрап еді. Баланы алмағанын айтты. Мүмкін Ұлмекенге емізуге алып кеткен шығар деді. Осындай уақытта ма? Деп бәйбіше айқайға басты. Баланы ол тоқалдың үйінен әкеліп пе әлгі Арбакеш деді еді. Тағы да білмеймін деген жауапты естігенде бәйбіше терісіне сыймай, әй Жаныс, деп айқай салды тістені. Жаныс жетіп келді. Құлағым сізде, деп еді. Әлгі тоқал баланы бермепті, Арбакеште жоқ деді. Арбакеш жоқ болса баланы емізуге алып кеткен шығар деді. Солай-ақ болсын деді бәйбіше. Мен барып келейін, Ұлмекен жеңгейде жиналып жатқан шығар деген Жанысқа. Барсаң барып кел, алдымен баланы алып кел деді. Бәйбіше мен Ұлмекеннің отауларының арасы аса ашық емес. Жаныс Ұлмекеннің отауының есігін қағып, Ұлмекен жеңге деп, неше рет қайталап еді, тым тырыс есікті итеріп еді, ашылып кетті.
ойпырмай жеңге, деп даусын қатты шығарып дауыстап еді. Ешкім жауап қатпады. Жаныстың іші бірдеңені сезгендей, Құрекеңе не айтам деп, басын ұстап, қаңырап бос тұрған үйдің босағасына отыра кетті. Жаныс тағы да сенің кіремей қараңғы үйдің ішіне кіріп, сипалап жүріп ашылып жатқан бос сандықтарға шалынып қалды. Жаныстың көзі анық жетті. Ол Мекеннің қашып кеткеніне. Енді тездетіп бәйбішеге бұл хабарды жеткізу керек. Жаныс бәйбішесінің отауына жетпей жеңеше, ана тоқал қашып кетіпті. Отауы қаңырап бос тұр деді. Ентігін баса алмай. Не дейді? Қашқаны нес? Не деп тұрсың деп бәйбіше тұрған жерінде сылқ етіп отыра кетті. Иә, отау қаңырап тұр. Ішіне кірсем сандықтары бос жатыр. Енді не істейміз? Құрекең құртады ғой, деп безілдеп тұр. Тоқта, ол жалғыз кете алмайды. Бар жарымаған құлдарды түгенде деп, бәйбіше ашуға мініп, аузына келген сөздерді айтып жатты. Жаныс соңғы сөздерін естіместен далаға шығып қызметшілерді түгендей бастады. Иттің баласы. Суын ішкен құдыққа түкірген екен ғой. Әлгі арбакеш жоқ, жалаң аяқ сорлы. Байдың тоқалын алып қашып, ұстап, шоныңнан таспа тірейін деп, кіжініп, бәйбішеге келіп. Арбакеш жоқ, Құрекеңе хабарласақ қалай болар екен деді. Қалай хабарласасың? Біз кеткелі отырмыз. Шармағырлар. Осының бәрін әдейі осындай қарбалысқа ойластырған екен ғой. Құрекеңе хабар берме. Көш тоқтамай жүре береді. Сен 3-4 адаммен қалып, түс ауғанша іздеп табыңдар. Алысқа ұзай қоймаған шығар, деп бұйрық берді. Табамыз, жердің астына түсіп кетсе де деген Жанысқа қарап. Арбакешті ұстаған жерлерінде жайратып кетіңдер. Ал ана салдағы тоғалмен баламды тіріде әкеліңдер. Әсіресе баламнан бір тал шаш түспесін деді бәйбіше. Жаныс қасына адамдарын ертіп, тау бөктеріне қарай шам бұрқыратып шауып кетті. Бәйбішеге қызметшінің бірі келіп, қайтеміз, көшті тоқтата тұрайын ба? деп сұрап еді. Тек не деп тұрсың? Бір қатынның кесірі 40 есекке жүк болыпты, демекші. Бір қатын үшін көшті тоқтатпаймыз. Маған баланы алып келсе болды, ол тоқалды көргім келіп тұрған жоқ. Бірақ Құрекеңнің сол тоқалдың жонынан таспа тілгенін көріп, айызым қанғанша күліп, бетіне түкіретін күн болса ғой деді. Бәйбіше тістене. Күн шықпай, бір қараңғы, бір жарықта Құрмаштың ауылының көші, күншығыс жақты бетке алып жылжыды. Жаныс қайткен күнде де ол Мекенді ұстап алып келем деп бәйбішеге сөз берген соң, әр қарайған затқа қарап, тықырлаған дауысқа құлақ түріп сақ келе жатыр. Жаныс, бізге ол Мекенді ұстап апарғаннан не пайда? Бәйбіше мен Құрмаштан онсыз да қорлық көрді, одан да таппадық деп қайтсақ қалай қарайсың деп, жанына ілескен жігіттің бірі. Жаныста үн жоқ. Сол түнерген қалпы алға қарай жүре берді. Жаныс атын дереу тоқтатып жерге қарғып түсіп, жердегі іздерге үңіліп қарады да, мына іс бүгінгі түскен іс. Әлі бұл жерде мал аяғы жүре қоймаған екен. Демек бағытымыз дұрыс деп, атына секіріп мінді. Бұлай кеткен сияқты абайлап жүріңдер, жерге түскен ізді басып кетпеңдер деп. Жаныс кішкене жүрген соң, қайтадан атынан түсіп, ізді қуалап жаяу жүрді. Жерге түскен із тікесінен үңгірге алып келе жатты. Қуғыншылар жардың шетіне келіп, аттарынан түсіп, аттарын тұсап байлап, өздері әрі қарай жаяу жүрді. Бұлар қашуды бірақ күнде ойламаған, алдына ойластырылған болып тұр ғой, деп жанындағыларға қараған Жаныс ешкімнен қолдау көре қоймады. Содан екі жардың ортасына кіргенде бір қорқынышты жардан тастар құлатындай үрей билеп бойларын әрең келе жатыр. Әсіресе Жаныс итшіл, итше әр бір шыққан дыбысқа, қозғалған тасқа қарап келе жатыр. Әр тобылғының түбінен үркіп шыққан торғайлардың қай жерден қалғанын аңлап келеді. Оларды жер жұтып кетті ме? Әлде жер асты жол жасаған ба деп, өзімен өзі күбірлеп сөйлеп келеді. Басыңдар аяқтарыңды деп, қасындағыларға айқайлап қояды арасында. Қасындағылардан бір сыпыра жерге езіп кет. Мен кімге айтып тұрмын? Деп тағы да айқайлап, өзі айқайлап, алға түсіп кетті де, көп ұзамай. Мынаны қараңдар, із мына жерден біткен, демек осы жердің бір жерінде. Аспанға ұшып кетпесе деп, аспанға қарап, сосын жан жағына қарап, тоқта, қараңдар. Мына тобылғылар солып қалған, мына тобылғы шабылған деп. Тартып қалып еді.
Тобылғының арғы жағында үңгірдің бар екені көрінді. Бері жүріңдер, таптық деп үңгірге кіріп еді. Кәдімгідей кең, адам отырғанда бір ат сиятын үңгір жүре бересің. Қай жақтан шығып, қай жақтан тоқтайтыны белгісіз. Кішкене жүрген соң кісінеген атпен қыңқылдаған баланың даусы шықты. Ит, мына иттің тығылған жерін қара. Алып шығыңдар деп Жаныс қасындағыларына бұйрық беріп, өзі жарық жаққа қарай жүріп кетті. Ол мекенді шырылдатып, екі жігіт екі жағынан сүйреп алып шықты. Баласын үшіншісінің қолында, баласы бірдеңені сезгендей шырылдап қолды-аяққа тұрмай кетті. Жарыққа шыққан соң Жаныс арбакешті басынан қамшымен салып, жарып тастады. Иттің күшігі, өзің ішіп жүрген құдыққа түкіріп жүрген екенсің ғой, көрсетейін мен саған деп. Арбакешке тұра жүгірген Жанысты баланы көтеріп шыққан жігіт тоқтатты. Жаныс, тоқта, Құлекеңе не айтамыз деді. Айтатын түгі жоқ, бұл күшікті бәйбіше жайратып кетіңдер деген. Ал мына салдағы мен күшігін алып барамыз. Құлекең өзі білетін не істейтін. Бұлар Жаныстан ұшқан құспен жорғалаған жыланда құтылмайтынын білмейді екен деп еңкең қылды. Жаныс, құлың болып кетейін. Арбакештің түк күнәсі жоқ. Өлтіре көрме деп. Ол мекен Жаныстың алдында тізерлеп тұрып, арбакешті жігітті өлтірмеуін сұрады. Мына салдағыны қараңдар, онысына ойнасына ара түсіп тұр, деп Жаныс ол мекенді шапалақпен салып қалды. Ол мекен ұшып түсті. Сол заматта арбакеш, Жаныс, құрмаштың құйыршығы, әйелге қол көтергенше өлсеңші, не деп тұрсың? Жеңешем екеуміздің арамызда ештеңе жоқ, Құдай куә деді. Ендеше біреудің қойнындағы қатынын неге алып қаштың? Деп Жаныс тағы да төне түсті. Ол ана баласын тартып алып аңыратты. Мен бар жоғы ана мен баланы қосқым келді деді. Жаныс, міне, балам, ант су ішем, арбакешпен мені ештеңе байланыстырмайды деп, ол мекен аңырап жылады. Жаныс үндемей ол мекен мен арбакешке шын айтып тұрсыңдар ма дегендей кезек-кезек қарады. Жаныс сонда да сенбей, мына малғынның көзін құртыңдар. Ит құсқа біраз уақытқа жемтік болсын. Ал мына қатында атқа алып жүріңдер деген Жанысқа. Жаныс, ендеше арбакешті де өлтірмей алып жүріңдер. Сен шешпейсің, бәйбіше шешпейді, Құлекең шешеді, не істейтінін деді. Жаныс жанындағыларына алып жүріңдер дегендей басын изеді. Жардан шыққанша ол мекен Жанысқа жалынып та қарғап та айтты арбакешті жіберуін. Мен үшін бекер кінәсіз жанның қаны төгілмесін деп. Бірақ ол мекенді тыңдаған Жаныс болмады. Жардан шығып аттардың қасына келген соң, мынаны байлаңдар деп арбакешті көрсетті. Жаныс құрмашқа мен апар, арбакешті босадып жібер деп, ол мекен Жанысқа тағы да жалынды. Атқа қоныңдар деді Жаныс. Мыналар ше деп еді. Кеттік деп, Жаныс атына мініп шауып бара жатып, айналып келіп. Сақ болыңдар, түнде жүрмеңдер. Түнде қарақшылар көп жүреді деп, қайтадан шауып кетті. Ол мекен мен арбакеш түкке түсінбей қала берді. Жеңеше, шынымен де Жаныс бізді босатып жібергені ме? Деп, сонда да сені кірмей отырды. Ол да анадан туған ғой деп, ол мекен баласын көкірегіне басты. Қанша уақыттан бері баласын өзі емізіп, құшақта бескеп жүрсе де дәл бүгінгідей рахаттанып, құшағына қыса алмаған шығар. Мен баланы емізіп алайын, тойдырып алайын деген ол мекенге, сосын күн төбеге көтерілгенше жол жүрейік. Содан тағы да кішкене жүріп, қараңғы батқанша бір жайлы жер тауып орналасып алайық. Жаныстың сөзінің жаны бар, түнде жүрмей қояйық деді. Шынымды айтсам, жаңағы Жаныстың істегеніне қайран қалып отырмын деп, баласын емізіп болып жинала бастады. Бұл кезде Құрмаштың ауылының көші сай жағалап діттеген жерлеріне бетке алып келеді. Күннің ыстығына шыдамай бала шаға шырқырап, мазалары кетіп қалып жатыр. Жылап келеді. Әлі 2-3 күн жүреді, бәйбішенің бар ойы Құрмашпен кездеспей тұрып, ол мекендерді тауып келсе екен деп тілеп келеді. Бір жағынан ол мекеннің қашып кеткеніне қуанып та отыр. Тек баласы болмаса айтпесе, кейінгі кезде Құрмаш ол мекеннің отауынан айналып шықпай жүрді. Сөзін сөйлеп, Құрмаш баласы үшін бәйбішені де аямауы мүмкін. Бұлар сонша неге кешікті, әлде алысқа кетіп қалып таппай жүрмекен. Үндемей жүріп, мына тоқалдың бәленің бәлесі шығып болып шықты. Ол арбакешпен бір бәлелер болып жүрсе, бала Құлекеңді болмауы да, ой, Құдай сақтасын, деп өз ойынан өзі шошып кетті. Бәйбішенің ойына сол мезетте арам ой сап ете қалды. Арттарынан көрген шаңға қарап,
көшті тоқтатып бәйбіше күткізді. Жаныстар екенін көріп қуанып кетті. Жақындап келгенде қастарында ұлмекендер жоқ екенін көргенде, өлген жерім осы деп ойлады. Қайда әлгілер деп айқай салды. Таппадық, құдды бір жер жұтып кеткенде шамасы олар бұрыннан жоспарлап қойған сияқты қашуды деп Жаныс бәйбішеге өтірікті айтты. Құрмаштың көші ойламаған жерден қарақшыларға ұрынды. Алып келе жатқан асыл бұйымдарымен тамақтарын тонап, қарсы шыққандарды қырып кетті. Көш азып, тозып Құрмашпен кездесетін жерге келді. Құрмаш бір күннің ішінде азып тосып кеткен көшін көріп, жүрегі сырқ ете қалды. Көшке не болды деп сұрады. Көшті жолда қарақшылар тонап кеткенін, бірсыпыра адамдарынан айырылып қалғанын естіген Құрмаш. Ұлмекен тірі ме, бала? Деп жан-жағына қарап Ұлмекен мен баласын қарай бастады. Құлеке, Ұлмекен Арбакеш баланы алып қашып кетіпті. Біз арттарынан қуып барып келіп таппадық деді Жаныс. Құрмаш тістеніп, ол тоқалдың әкесі де маған ілеспеді, сол қызын алдыртып отырған деді. Сен баланы қалай беріп қойдың? Деп бәйбішесіне дүрсе қоя берді. Ұлмекен мен Арбакеш күнді жүріп, түнде демалып, әкесі Құланбек белгілеген жерге Арбакеш Ұлмекендерді аман есен жеткізсем болды, деп ойлады. Бірақ ол ойы оңайлықпен бола қоймады. Жол жөнекей аш-жалаңаш адамдар арасында аштан өлген адамдардың сүйектері де кездесіп жатты. Ондайда Арбакеште өкініп қояды. Құрмашпен кете берсе бұлай қиыншылық көрмеседі деп. Қолдарын жайып нан сұрап жатады, Ұлмекен бермей кетуге дәді шыдамай. Үйінен кептіріп алып шыққан нанынан береді. Ол наны да бітуге айналды, әлі бергісіз қанша жүретіні. Жеңеше, сіз нанды тарата бермеңіз. Сіздің әкеңізге жеткенше Құдай біледі, өзіміз аш қалмайық деп еді. Қалай бермейсің? Көздерін көрдің бе? Бермесек түгел тамағымызды тартып алып кетер еді, деді Ұлмекен. Қас қарая бір тастың түбін пайналап, қонатын жерлерін дайындады. Арбакеш аттарды тұсап, шүттерін түсірді. Ұлмекен кептірілген соңғы еттен сорпа жасады. Күніге жол жүріп шаршаған екеу сорпа ішіп әлденген соң, маңайда не болып жатқанынан бейхабар қатты ұйқыға кеткен екен. Аттардың кісінеген даусынан оянған Арбакеш аттарды біреу тұсауынан шешіп жатқанын көріп, «Өй, кім бұл?» деп айқайға салды. Сол дауыстан Ұлмекенде оянып кетті. Ойбай тонады деген сөзді естіп, әлгі адам атқа қарғып мініп, шаба жөнелді. «Әй, тоқта деп Ұлмекен мен Арбакеш шулап, айқайлап қала берді. Енді қайдағы ұйқы, қайта екі атты бірақ алып кетпегеніне тәуба деп, жүктерін жинастырып, қалған атқа жүктерін артып Ұлмекенді баласымен отырғызып, Арбакеш жаяу жүрді. Әйтеуір өліп талып Ұлмекеннің әкесі айтқан жерге де келді. Арбакеш ойлағандай Құланбектің ауылда көрінбеді. Құланбек пен Арбакеш ақылдасқанда Ұлмекенді алып келгенше ауылды көшіріп, жайықтың жағалауын мекендей береміз деген еді. Бірақ өзі көріп тұрғандай ауылда жоқ. Мүмкін әкемдерде Қытай асып кеткен шығар деді. Жоқ, әкең кетпейді. Ол жақта жағдайды естіп тұрып көшпеу керек деп, түкке түсмеген Арбакеш айдалада қалғандарын сезген. Ұлмекен мен Арбакеш бір-екі күн сол жерде әкесін тосып, келмеген жағдайға алға жылжи беруге ақылдасты. Күткен әкелері келмеді, бұлай жата беруге болмайтынын біліп, алға жылжыды. Тамақтары да азайып, дорбаларының түбі көріне бастады. Күні бойы бірақ уақыт тамақтанатын болды. Оның өзінде Арбакеш шықып жеп көбін Ұлмекенге, «Жеңеше, сіз жеңіз, бала емізесіз ғой» деп, Ұлмекенге жегізеді. Күннің ыстығынан беттері тотығып, еріндері тілім-тілім болып қаны шығып тұрды. Ұлмекен әкесін қанша күтсе де келмес еді. Себебі Құланбек ауылының көшіріп алып бара жатқанда Совет үкіметінің әскерлері кездесіп, жайыққа көшіп барамыз дегендеріне сенбей, шетел асып бара жатқандар деп ұстап алып, Құланбекті абақтыға алып кетіп, қалған ауыл адамдарын басқа да ауыл адамдарымен қосып бір ауыл құрды. Сөйтіп Құланбек шетел аспай-ақ бар мал жанынан айырылып қала берді. Арбакеш пен Ұлмекеннің әбден сілесі қатып, отырған жерлерінде құлап жатып кетті. Ұлмекеннің баласы шырылдап қарны ашып, құлап жатқан шешесіне жабысып жатты. Қанша уақыт жатқандары белгісіз Ұлмекен есін жиып, баласын бас салды. Ақырын жыбырлап оянды, бірақ ерні кеберіп тұрды. Қолын алып емшегін аузына сала берді. Бірақ Ұлмекенде аш, емшегінде қайдан сүт болсын. Көзі қасында жатқан дорбаға түсті. Қолына ала сала ақтарып түбінен 5-6 түйір құрт тапты. Қуанғаннан жүгіріп Арбакештің қасына барып, «Қарашы, құрт таптым, аузыңа салшы» деп,
Арбакешті жылғы беті ешқандай тіршіліктің нышаны байқалмады. Ол Мекен шошып кетті. Шошығаннан не істерін білмей шыңғыра берді. Дереу есіне баласы түсіп, баласына жүгіріп барып, құшақтай алды. Қолындағы құртты баласына сорғызды, бірақ көп сорғызбады. Себебі шөлдейді, ал суды азақ. Өзі бір құртты бөліп, жартысын аузына салып, дорбадағы жаулығына алып, арбакештің бетіне жауып, баласын қолына алып, алға қарай жүре берді. Қанша жүрді, қалай жүрді, ол Мекен есін жиғанда өзін қаумалап тұрған кісілерді көріп, балам деп айқайлап жіберді. Балаң міне деп орысшалап киінген жас қыз баласын әкеліп берді. Ол Мекен өзінің қайда екенін біліп болмады. Айналасындағы адамдардың сөздері де, киінген киімдері де біртүрлі. Ақырын жан-жағына қарап еді, жаңа баласын әкеліп берген қыз өзін Рахимамын деп таныстырды. Рахима, мен қайда жатырмын деді. Өзіңнің атың кім деп сұрады. Мен Ол Мекенмін деді. Ол Мекен, сені біздің әскерлер тауып әкелді. Енді кішкене болғанда ол жаққа кетіп қалар етіңдер. Періштен қақты деп қолмен аспанды көрсетті. Ол Мекен Совет өкіметі дегенді естігенде қорқып баласына жабысып жылап жіберді. Ол Мекен, саған не болды? Неге жыладың? деп сұрады Рахима. Менде енді Совет өкіметі не істейді деді. Ол Мекен, сен не деп тұрсың? Совет өкіметі саған ештеңе естімейді. Қайда сендерге бастарыңа баспана береді, жұмыс береді деп Рахима Совет өкіметі туралы Ол Мекенге түсіндірді. Ол Мекенде Рахимаға Совет өкіметі туралы жаман сөздер естігенін, барлығы еркекте, әйелде бір үйде тұра беретіндерін естігенін айтты. Өзінің басынан өткен қиындықтарын, 16 жасқа толар толмастан тоғал болғанын, туған баласын бәйбіше тартып алып, өзіне еміздіргенін, жалпы осы күнге дейін басынан не өтті, жылап отырып айтып берді. Болды, енді сен Совет өкіметінің қамқорында боласың. Сені енді ешкім басынбайды деп, Ол Мекенді құшағына қысты. Сен қалай келдің деді Ол Мекен. Менің әке-шешем тақыр кедей, алдарында тышқа құлағы да жоқ. Совет өкіметі келгенде ақ соларға қосылдық. Сендерге Совет өкіметін жаман қылып көрсеткен байлар ғой, малдарын бергісі келмей. Олар халық ішіне іріткі салып, шетел асып қашпаса қанша халық ашаршылықтан қырылмас еді деді. Ол Мекен өзіне өзі келген соң Рахималарымен бірге тұрды. Рахиманың ата-анасы Ол Мекеннің баласын өздерінің немерелеріндей көрді. Ол Мекен Рахимамен күндіз өзі сияқты аштан өлейін деп жатқандарды арбамен әкеліп, көмек көрсетіп жүрді. Ол Мекен күннен күнге Совет өкіметінің адам баласына жамандық жасамайтынына көзі жеткен сайын, туған туыстарын, әпкелерін, әке-шешесін ойлады. Керек десе Құрмашты да ойлады. Ол Мекеннің жағдайы жақсарып келеді. Совет өкіметінің үйретері көп болды. Өзі сияқты бәйбішемен күңдіктен қорлық көрген қыз-келіншектер көп. Оларға мектеп ашып беріп, оқытып жатыр. Сонда да Ол Мекен әпкелері мен анасын ойлап, қайда екен? Тірі ме өздері, әлде шетелі асып кетпеді ме? деп көздің жасын сығып алады. Сырттан әкеліп жатқан кісілерден өзінің туғандарын сұрап шарқ ұрды. Бірақ көріп білген адам болмады. Тек Құрмаштар туралы сұрастырғанда қаншалықты шын өтірігі белгісіз. Шекараға жеткенде қызыл әскерлер қуып жетіп, кері қайтармақ болғанда қарсыласып, күш көрсеткен екен. Содан қырылыпты, одан қалғандары қашып, арғы бетке өтіп кеткен екен. Енді туған туыстан айырылған Ол Мекен өз тірлігін жасап, тіршілігін кірісті. Өзі жас, әрі сұлу келіншекке қылмыңдап, көз сөзе бастағандар да жоқ болмады. Көне қоймағандарға байдың тоқалы, байдың қызы деп қорқытып, қызмет дәрежелерін падаланбақ болғандарға мен қалың малдың құрбаны болдым деп айт, деп Рахима үйретіп қойды. Құрмаш мен бәйбішеден көргенім аздай тоқалдықтан құтылып, көзім ашылды ма десем, әйелдері бар еркектер, тағы әйелім бол деп қояды ғой. Ойнасын бол дегендер ғой. Біздің ауылдағылар бекер айтпапты ғой. Барлығы бір-бірінің әйелін ала береді дегендер. Осылай еркектердің көздерінің құрты болып жүре берер ме еді? Ауылға Совет деген жігіт келді. Жастардың одағының бастығы болып, өте биязы, артық сөзі және қылықтары да жоқ. Сол Сәбит Ол Мекенді ұнатып, үйленуге ұсыныс жасады. Рахима білмеймін, Сәбит маған көңілін білдіріп, тұрмысқа шақырды деп Рахимамен сырласты. Сәбит өте жақсы жігіт, артық сөзі де жоқ, қылтың-сылтыңы да жоқ деп
Рахима Сәбитті мақтай жөнелді. Мен Сәбитті жаман жігіт деп отырған жоқпын, қайта менің де көңілім кетер емес. Бірақ ол үйленбеген, ал менің балам бар. Тоқал болған деген атым бар дейді. Олмекен, енді саған не керек? Өзің ұнатып тұрсаң деді. Рахмет, ертең өзінің баласы болғанда менің баламды түртпектеп, шеттетіп жүрсе дегенім ғой деді. Шын сүйсе сенің балаңды бөлік жармайды деді. Рахима құрбысы Олмекен үшін Сәбитке жолығып, Олмекен баласы бар әйел ертең баламды түртпектеп жүрсе деп қорқақтап отыр деп, Олмекен екеуінің арасында болған әңгімені айтып еді. Рахима, мен Олмекеннің өткен өмірін түгел білем. Өткен өміріне Олмекеннің түк кінәсі жоқ. Қайта батыр әйел деп айтар едім. Өз бостандығы үшін, баласы үшін байларға қарсы шығып қашқан. Олмекеннің баласы менің балам. Мен Олмекеннің баласына жақсы әке болуға тырысамын. Айтпақшы, Олмекен өзінің бостандығы үшін қашып кеткен алғашқы әйел деді. Сонымен көп ұзамай Сәбит пен Олмекен үйленіп, Сәбитті басқа ауылға жастардың басын біріктіру үшін жіберді. Олмекен мен Рахима жылап қоштасты. Бірақ бірін-бірі іздеп тұруға сөз берісті. Сәбит сол ауылда 3 жыл тұрып, Олмекен екеуінің ортақ бір ұлдары болғанда, Сәбитті көре алмағандар Сәбиттің үстінен домалақ арыз түсіріп, байдың қызын алды, тоқалын алды деген желеуі бар. Халық жауы деген атақты қоса іліп, шарым түнде ұйықтап жатқан жерінен кісендеп алып кетті. Олмекен кімнен көмек сұрарын білмеді. Көмек сұрап барғандары халық жауының әйелі деп сұраққа алып, түртпектей бастаған соң, балаларын алып 2-3 күн түк жерде тұратын Рахиманың ауылына жолға шықты. Қайта көшіп бара жатқандармен ілесіп, жол жөнекей Рахимай тұратын ауылдан түсіп қалды. Ауылда кәдімгідей үйлер көбейіп қалыпты. Сұрастырып жүріп әрең тауып алды. Рахиманың әкесі о дүниелік болып, анасы екеуі ғана қалыпты. Қайта Олмекенді құшақ жая қарсы алды. Олмекен тағы да Сәбитті алып кеткен соң, көрген қиыншылықтарын айтып жылап алды. Балалары да жатырқамай әжелеп сіңісіп кетті. Олмекен мен Рахима анасы және 2 баласымен 5-еу бірге тұрып жатты. Рахима мен Олмекен жұмыс жасап тапқандарымен үй үшін асырап жатты. Бұл жерде де Олмекенге тыныштық болмады. Олмекенге қоса Рахимаға да тыныштық бермеді. Содан бір-ақ күнде Рахима мен Олмекен балалармен шешесін алып, үлкен қалаға көшіп барды. Ол қалада ешкім ешкімді танымайды. Ешкімде ешкімнің шаруасы жоқ. Әйтеуір тыныш өмірлері басталған сияқты. Рахима мен Олмекен үлкен қалаға келген соң, мұғалімдер класын оқып бітіріп шықты. Тағы да екеуі отбасыларын асырап, әрі еркек, әрі әйел болды. Сәбиттен сол кеткеннен хабар болмады. Олмекен халық жауын өлім жазасына кескендердің тізімінен де қарады. Бірақ Сәбит ол тізімде де болмай шықты. Демек Сәбит тірі деген сөз деп іздеуін тоқтатпады. Олмекенге қарағанда Рахиманың еті тірі ғой. Күндіз мұғалімдіктен соң кешке бір контордың полын жуып жүріп, таныс тауып Сәбиттің 17 жылға сотталып, Сібірге айдатылғанын біліп, Олмекенге айтып қуантты. Бұл хабар Олмекенді қуантты, әйтпесе әке шешесінен әпкелерінен тіріде айырылып, не өлі не тірі екенін білмей, Сәбиттен өлідей айырылдым деп отырғандағы жақсы жаңалық еді. Арада жылдар өтіп, Рахима сүйіктісін жолықтырып, тұрмысқа шықты. Сүйіктісі өте беделді адам болып шықты. Рахима бақытты еді. Тек құрсақ көтере алмай жүргені болмаса, анасы Рахима тұрмысқа шыққан соң, көп ұзамай көп жұмды. Олмекенге Рахиманың күйеуі коммуналдық үйден бір бөлмелі пәтер алып беріп, кішкентай болса да өз шаңырағы болғанына Олмекен дән риза болды. Олмекеннің ендігі арманы Сәбитті аман есен көру еді. Мүмкін ол абақтыдан босап шығып, бізді таппай жүрген шығар деп, ойын Рахимаға айтып еді. Олмекен, Сәбит босап шықса, менің күйеуім іздеп тауып береді деді. Я, Рахима сөзінде тұрып, Сәбитті абақтыдан шыққан соң, 4 жылдан соң таптыртып берді. Жап-жас тау қопарып, 2 иығына 2 адам отыратында еңгезердей болып кеткен жігіт. Шашы аппақ құлдай, терісі сүйегіне жабысып тұрған, тек сорайған бойы ғана қалған шал болып оралды. Олмекен Сәбиттің аман есен оралғанына қуанып, бақытқа кенелді. Ендігі арманы бір туысынан хабар алу еді. Сол арада Олмекен құрсақ көтеріп тағы да ұлды болды. Анасы Ғайша ұлды болуды армандаса, Олмекен қызды болуды армандады. Бірақ Олмекен 3 жылдан басқа құрсақ көтере алмады. Соның өзіне Құдайға шүкір деді. Тағы да жұт айтып келмейді ғой.
Ол Мекен мен Сәбиттің бақыты ұзаққа созылмады. 41 жыл соғыс басталып, Сәбитті соғысқа алып, айыптылар батальонына түсті. Ол Мекеннің уайым қайғысы қайтадан басталды. Бұл жолы жалғыз емес, Ол Мекен ұлы бір жағына шығысты. Тағы да халық аш, бір тілім нанды таңнан кеш батқанша кезекте тұрып алатын жағдай болды. Сонда да Ол Мекен мойымады. 1943 жылы Сәбиттен қара қағаз келді. Енді Ол Мекен нағыз жесір атанып, қылмыңдаған еркек сымақтар қырындай бастады. Бірақ Ол Мекен Сәбиттің көзі тайса да Сәбитке деген адалдығы мен махаббатына кір келтірмеді. Үлкен ұлына Рахима құрбысы құрсақ көтере алмай, бір ұл, бір қыз асырап алған еді. Соның қызына өзі құда түсіп, келін етіп алып берді. Ол Мекен қанша қиыншылық көрсе де, азапты күндерді басынан өткісе де, мойымай, балаларын сүйретіп жүріп, оқытып аяқтандырды. Қанша уақыт өтсе де, Ол Мекен бауырларынан үмітін үзбеді. Газет, журналдарға хабарлама беріп іздетті, таппады. Тек Россия телевидениесінің бір каналында ашылған Ишу тебе бағдарламасына неше жылдан бері жинаған бүкіл құжаттарын беріп, 2 жыл қайта-қайта іздетіп, ауған асып кеткен әпкесі Айманайды тауып берді. Бірақ ауған жерінен емес, Түркиядан табылды. Айманайдың есі кемістеу кеуі ауған жеріне барған соң, көбі замай дүние салыпты. Ал Айманайды інісіне алып беріп, содан қызы бар, ұлы бар екен. Сонша жыл өтіп кеткен соң табысқан апал сіңлілер бар жоғы 6 жыл ғана бірге болды. Айманай бірінші о дүниелік болған екен. Ол Мекеннің 3 ұлынан 13 немересін, 2 шөбересін көріп барып, көз жұмды. Міне менің оқырмандарым, Ол Мекеннің көрген қиыншылықтары мен басынан өткендері, өлері өлгенінше әпкелері мен ата-анасын бір көріп, барып, көз жұмсам деп армандап кетіпті. Сол үшін қолда барды бағалайық, туғаныңның қадірін білейік. Әңгіме бітті. Сабыр мен шыдаммен әңгімемнің соңына дейін болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Әңгіме ұнаса лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.